Олай болса, жолда нелер жүреді балалар? Көліктер. Ол жол қандай көліктер жүретін жол? Үлкен. Ал адамдар қандай жолмен жүреді? Кішкентай. Ол жол қалай аталады? Тротуар. Ой, керемет, жарайсыңдар. Тротуар қай елдің тілінен алынған? Француз тілінде адамдар жүретін жол деген мағынаны береді екен. Өте дұрыс, керемет. Ал енді балалар тағы жолда, жерде жүреді көліктер. Көліктер нешеге бөлінеді балалар? Үшке. Қайда жүреді көліктер? Аспанда, әуеде жүреді. Әуеде және? Суда. Мен тағы қандай көлік? Тікұшақ. Сол қайда жүреді? Әуеде. Керемет, жарайсыңдар. Ал менің қолымдағы көлік қандай көлік? Кеме. Бұл қайда жүреді? Суда, жарайсыңдар. Ал мына көлік қалай? Автобус бұл қайда жүреді? Жерде, жарайсыңдар. Керемет, автобустың түсі қандай екен балалар? Сары. Жарайсыңдар. Бұл және қандай көлік түріне жатады балалар? Қоғамдық көлік түріне жатады, е? Керемет, олай болса. Кәні. Санжар, сен қандай көлік түрін таңдадың? Сүт таситын, е? Қай көшемен кетіп бара жатырсың сен? Туразов көшесімен, е? Сүтті қайда алып барасың? Дүкенімде балабақшаға. Керемет, жарайсың. Ал олай болсын. Азмыр, сен қандай көлік түрін таңдадың? Қандай көлік түрін таңдадың? Цементті қайда алып барасың? Құрылысқа, е? Қай көшемен кетіп бара жатсың сен? Сайын көшесімен. Керемет. Ал енді, көркем, сен қандай көлік түрін таңдадың? Жеңіл спорттық көлік. Қай көшемен кетіп бара жатсың сен? Розабаки. Қайда барғың келді? Мегаға. Жарайсың, керемет. Ал Есенғали, сен қай көлік түрін таңдадың? Жеміс? Жетек таситын көлік түрін, е? Қайда барасың? Жемісті қайда алып барасың? Балабақшаға. Керемет, жарайсың. Ал енді шын, мына жерде көліктер көп екен. Балалар, біз қай қалада тұрамыз өзі? Алматы қаласында көліктер көп. Және не болып қалады? Көліктер көп болғанда? Пробка, кептеліс болып қалыпты, е? Қазір жол бойында, жол жүріп бара жатқанда, әр кезде мұқият болу керек. Өйткені қалада көліктер өте көп. Ал енді, Арманса, сен қай көлік түрін таңдадың? Су таситын. Суды не істейсің суда? Гүлдерге су қоямын. Гүлдерге су құясың және көшелерді су тазалайсың. Керемет, жарайсың. Ал енді, сен неге тоқтап тұрсың, Арманса? Неге тоқтап тұрсың? Қызыл түс жанып тұр. Бағдаршамның қызыл түсі жанып тұр. Балалар, біз жолда жүргенде нені тұтау керекпіз? Бағдаршамның неше көзі бар? 3 көзі. Қандай? Қызыл, сары, жасыл. Керемет. Қызыл түсті не үшін таңдап алған деп ойлайсың? Тоқтасын. Абылмасыға айтпақы. Көзім дұрыс болжақста тиым салады. Өйткені ол қалып бұғымы білдіреді. Қалып бұғымы білдіретін түс, қызыл түс. Одан кейін қандай түс? Сары түс. Дайындалады. Дайындалады, өте керемет. Айта ғой, көркем, сары түс не үшін таңдаған? Сары сигнал негізгі қызыл және жасыл түстер арасындағы айырым. Дайындық белгісі. Бұл да жақсы көрінетін түс. Керемет, жарайсың. Ал енді сары түстен кейін қай түстер балалар? Жасыл. Жасыл түс жанғанда біз не істейміз? Өтеміз. Жасыл түс жанған кезде біз жолдың өтуге болады. Жасыл сигнал қозғалысқа рұқсат береді. Сондай-ақ бұл қызыл түстен айқын ажыратады. Керемет, балалар, бұл үш түсте жарық сигналды түстер. Бұл түстер тұманды күндерде жаңбыр жауып тұрғанда да анық көрінетін болғандықтан сары, қызыл, жасыл түс таңданып алынған екен бағдаршамға. Керемет, балалар. Ой, балалар, керемет, сендер жол ережесі туралы жақсы біледі екенсіңдер. Әр кезде естеріңнен шығармаңдар. Жол тәртібін
Дили.